Қайырлы күн, құрметті студенттер. Мен Садирова Гүлбахар Тоқтасуновна, шетел тілдер педагогикалық колледжінің педагогика және психология пәндерінің оқытушысымын. Кезекті сабағымыздың тақырыбы халық педагогикасындағы ақыл-ой тәрбиесі. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты халық педагогикасындағы ақыл-ой тәрбиесінің мақсаты мен міндеттерін түсіндіру, ақыл-ой тәрбиесінің әдістері, құралдары туралы ақпарат беру. Жаңа тақырыпты өту барысында білім алушыларды ізденімпаздыққа, тапқырлыққа тәрбиелеу. Білім алушылардың ақыл-ойын, интеллектуалдық белсенділігін, шығармашылық қабілетін дамыту, теориялық білім мен тәжірибені ұштастыруға дағдыландыру. Сабаққа кіріспес бұрын естеріңізге сала кетейін. Бүгінгі сабаққа тек қатысып, жаңа білім алып қана қоймай, сабағыма қатысушы ретінде тапсырмаларды орындап, алған әсерлеріңіз бен ұсыныстарыңыздарды айтсаңыздар. Сонымен қатар, сабақ соңында өздеріңізге баға қоя аласыздар. Ал дайын болсаңыздар, кеттік. Қазақ халқы өз ұрпағын бесікке салғаннан бастап, оның ақыл-ойын ойдағыдай қалыптастырып, ойлау, сөйлеу жүйесін дамыту жолында өзіндік әдіс-тәсілдерді шебер пайдаланып отырған. Қазақ этнопедагогикасындағы негізгі құрал ол халық білімі. Халық білімдерінің 3 бөлігі бар. Олар әлем туралы түсініктер, дағдылар және үшіншісі практикалық іс-әрекет. Бұл білімдер материалдық және рухани мәдениеттің қалыптасуына ықпал етті. Сондықтан біз оларды жинақтап үлкен 2 топқа бөлдік. Бірінші топта рационалдық білімдер. Оларға табиғат, шаруашылық, технология жөніндегі білімдер жатады. Ал екінші топтағы білімдерге иррационалдық білімдер. Оған діни түсініктер, сенімдер, қарыз және баталар, халықтың астрономиясы, ауа райын болжау, уақытты есептеу және санау жүйесі, арбау, мифтер жатады. Қазақ халқының білімі іс-әрекетінен, өмірінен туындағандықтан ерекшеліктері бар. Халықтың түсінігінде өмір мұратына жетуге көмектесетін бірінші кезекте ең басты сапа ол ақылдылық деп түсінді. Бұл жан-жақты жетілген, білімді, салмақты, байсалды, қарапайым да кішіпейіл, аса ізетті адам. Мұндай адам әркез ойлап сөйлейді. Мәселені жан-жақты қарайды. Оны ақыл таразысына салып, яғни 7 рет өлшеп, 1 рет пішеді дейілген. Сондықтан да халық мақал-мәтелдерінде де осы кісіліктің жағына ерекше мән берген. Мысалы, ақылды кісі тозбайды. Ақылды сатып ала алмайсың. Ақылды айттырмай біледі. Деген секілді мақал-мәтелдерінен байқауға болады. Ал сіздер ақылдылық туралы қандай мақал-мәтелдерді білесіздер? 3 мақал-мәтел айтып көріңіздер. Жарайсыздар. Халық менталитетінде білімге зор ықылас бөлген. Мысалы, 7 ғасырда өмір сүрген мұсылман әлемі халифтерінің бірі Әзірет Әліні жерлестері білім қақпасы деп атаған. Оған 10 ғалым бұл дүниеде байлық артық па, әлде білім артық па деген сұрақ берген. Бұл сұраққа 10 түрлі жауап бергенде ғана Хазіреті халиф деп тану жөнінде шешім қабылдаған. Хазірет шарттары орындаған. Оның кейбір біреулері мыналар. Біріншісі, білім сенің амандығыңды сақтайды. Екінші шарт, білім досты көбейтеді, байлық жауды көбейтеді.
3 шартқа білім көбірек ізденгенде көбейеді дейік. 4-шісі, білімді қолданғаннан оның саны азаймайды. Байлықты орынсыз шашу кедейлік пен мұқтаждыққа әкеледі. Олай болса, білім байлықтан артық деп шарттарды орындаған. Мұны көзсіздікке ұрынбай-ақ сөз мәйегі мақалмен: білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар. Оқусыз білім жоқ, білімсіз күнім жоқ деп қысқа тұжырымдауға болады. Ал енді біз жеткілікті теориялық білім бөлігін алдық. Келесі кезекті тапсырмаға беріп көрейік. Орныңды тап деген ойыннан ойнайық. Мына берілген сөйлемдерден мақалдар құрастырыңыз. Жауаптарын экраныңызда көріп тұрған электронды поштасына жіберуге болады. Ал рахмет жауаптарыңызға. Енді сабағымызды жалғастырайық. Баланың ақыл-ойын жетілдіруде мақсат ете отырып, халқымыз көптеген тәрбиелік дүниелер қолданған. Оларды жинақтап біз үлкен 2 топқа бөлуге болады. Бірінші топқа халқымыз мұратына жетудегі ең басты сапа ол адалдық екенін көрсеткен. Демек, бұл топқа біз жаңа шығармаларды жатқызуымызға болады. Бұл шығармалар баланың түсінігіне, ойлауына, қабылдауына, ыңғайланып жасауына. Яғни өмір жақсылығын көрудегі ақылдықтың мәні ашылады. Мысал ретінде мына шығармалар жатқызуға болады. Аяз би, қырық өтірік, ақылды етікші, кедей қызы мен хан баласы, қара үйрек, жарты төстік, тағы басқалар. Екінші топқа баланың ақыл-ойын дамытатын ертегілер, жұмбақтар, өтірік өлеңдер, жаңылтпаштар, жырларды жатқызуға болады. Ал кезекті біз тапсырмаға берейік. Жоғарыда аталған адалдықтың мәнін ашатын ақылды етікші ертегісін мына сілтеме бойынша көріп, талдау жасаңыздар. Жауаптарды экраныңызда көріп отырған электронды поштасына жіберуіңізге болады. Сабағымызды жалғастырайық. Халық жас ұрпақтың ойлауын дамытуда тағы да жұмбақтарды пайдаланған. Жұмбақтар ол үлкен кішінің ой өрісін, білім қорын кеңейтуге, дүниетанымдық, адамгершілік, эстетикалық көзқарасын, талғам қалыптастыруға көмектеседі. Ойын ұшқырлайды, тапқырлыққа, өз бетімен ізденушілікке баулайды. Жұмбақтағы ұйқас ырғақтарды дұрыс қамдап, түсіне білуге дағдыландырады. Әдебиетте жұмбақтарды біз 3 топқа жіктедік. Біріншісі ол жаратылыс, табиғат жұмбақтары. Бұл дегеніміз дүниетанымдық мақсатты көздей отырып, табиғат құбылыстарын сипаттайтын жұмбақтар. Екінші топтағы жұмбақтар адам анатомиясы және іс-әрекеттері. Бұл дегеніміз адамның анатомиясын, іс-әрекеттерін, өмірін, еңбек құралдарын, тұрмысқа қажетті жабдықтарын суреттеуге арналған жұмбақтар. Үшінші топтағы жұмбақтар жан-жануарлар тіршілігіне арналған жұмбақтар.
Бұл жұмбақтар жануарлардың өзіне тән мінезімен, қасиетімен таныстырады. Адамға келтіретін пайдасы мен қызметі саласынан түсінік береді. Ал келесі кезекте біз тапсырмаға берейік. Ойлан да тап жаттығуын орындаймыз. Жұмбақтың жауабын тауып көріңіз. Жұмбақтардың жауаптарын экраныңызда көріп тұрған электронды поштасына жіберуге болады. Рахмет. Сабағымызды жалғастырайық. Келесі баланың ойлауын дамытудағы ерекше мәнге ие ол жаңылтпаштар. Жаңылтпаштар бала тілін дамытуда, есін жетілдіруде, дұрыс сөйлеуге үйретумен бірге оларды дүниемен таныстырады. Мысал ретінде тапсырма салып қойдым мен сіздерге. Кім жаңылыспайды деген жаттығуын орындайық. Мына төменде экраныңызда көріп тұрған жаңылтпашты жаңылмай жатқа айтып көріңіз. Рахмет. Сабағымызды жалғастырайық одан әрмен. Ақыл-ой тәрбиесін беруде айтыс ерекше рөл атқарады. Оның қай түрін алып қарасақ та, сезімтал тапқырлықпен, қиыннан қиыстырған шеберлікпен қатар, халықтың ой арманы мен ар намысын қастерлеген аталық ақыл өсиет сезіледі. Әншілік, күйшілік дарындылығы байқалады. Ел арасындағы әлеуметтік мәселелер сөз болады. Айтыс өлеңдері мазмұнына, тақырыбына қарай бірнешеге бөлінеді. Мысал айтатын болсақ, қайындасу айтысы, түре айтыс, сүре айтыс, жат айтыс, жұмбақ айтыс, мысал айтыс. Жұмбақ айтыс дегеніміз бұл ақындардан ақындылықпен қатар білімді, тапқырлықты талап ететін айтыс түрі. Ал мысал айтыс дегеніміз ақындар айтар ойын тұспалдап, сипат түрінде білдіретін айтыстың түрлерін жатқызуға болады. Айтыс өнері туралы зерттеуші этнограф ғалымдар әр уақытта жоғары баға берген. Мысалы, сол зерттеуші этнографтардың ішіне Левшин былай деген: қырғыз-қазақ әндері әрдайым дерлік табан астында шығарылады. Бұл жағдай оларды ерекше қызықтырумен бірге ән айтушылардың сауығын түрлендіре түседі. Олар әйелдер, еркектер болып екі топқа бөлінеді, немесе екеу болып айту үшін жұп құрайды. Екі жақтағылар кейде бір-біріне қаратпа әзілдер айтып, өте тапқыр жауаптар қайтарады. Оны тыңдаушылар сол мезетте қолпаштап отырады деп сипаттайды. Ал енді жаңа тақырып бойынша жеткілікті теориялық материалдарды алдық, түсінген сияқтымыз. Енді осы тақырып бойынша қандай әсер алдыңыздар және кері байланыс ретінде бағалап көрсеңіздер. Қол сигналы деп аталады әдіс. Егерде бас бармақты жоғары қарай сипатталған бас бармақты таңдаған болсаңыз, мен түсіндім деген жауап білдіреді. Бас бармақ көлденең қарай суреттелгенін таңдасаңыз, мен түсінгендеймін. Ал үшіншісі, бас бармақ төменге қарап тұрған суретті таңдаған болсаңыз, мен түсінбедім деген мағынаны білдіреді.
Олай болса, таңдауларыңызға рахмет. Келесі кезекте үй тапсырмасы. Үй тапсырмасы тағы да параграф білім ақпараттық жүйеде де енгізілген. Мен үй тапсырмасын 3 түрлі деңгейде енгіздім. Бірінші деңгей ол алған теориялық материалды толықтыру. Яғни материалды сіздер Мұқанова, Ілиясова авторларының атынан жазылған этнопедагогика оқулығынан аласыздар. Ал екінші деңгей ол жаттықтыру тапсырмалары. Яғни білімділер сайысы тақырыбында интеллектуалдық ойынның жоспарын құрыңыз. Үшінші деңгейдегі тапсырмалар ол шығармашылық тапсырмалар. Демек, жобалармен жұмыс істейміз. Бірнеше жобалар ұсынылған. Демек, сол жобаларға байланысты материалдар дайындаймыз. Біріншісі зерттеушілік жоба. Қазақ халқы үшін 7, 9, 12, 40 сандары қасиетті, киелі деп есептелген. Осыған байланысты мәліметтер жинап, талдап, жауабыңызды жіберіңіз. Екіншісі ақпараттық жоба. Санау дағдыларын қалыптастыруға арналған ойын өлеңдері туралы мазмұндаңыз. Ақпараттық жобадан тағы екінші түр тапсырмасы бар. Ол төмендегі берілген әдіс-тәсілдердің біреуін таңдап, презентация дайындаңыз. Ол мына тақырыпта: әлем туралы түсініктер, халық күнтізбесі, халықтың ауа райы туралы болжамдары және халық емшілігі. Ал сабағымыз аяқталып өз мәресіне жетті. Белсенді қатысқандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.